Мемлекеттік сатып алу тізілімі бұл мемлекеттік сатып алуға қатысты әртүрлі ақпараттар жүйесі. Оған сатып алынған қызмет және тауар, тапсырыс берушілер мен жеткізушілер, тұтынушылар мен тендерді өткізу талаптары туралы мәлімет енгізіледі. Қазіргі уақытта Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры 2013-2022 жылдарға арналған қолданыстағы өндірістерді жаңғырту және жаңа өндірістерді құру жөніндегі бағдарламаны іске асыру бойынша белсенді жұмыстар жүргізіп келеді. Осыған орай бүгінгі бағдарламада мемлекеттік сатып алу тізілімі және Самұрық-Қазына қорының тізіміне қойылатын талаптар, оларды пайдалану жолдары, ұзақ мерзімді шарттарды жасау тәртібі және басқа да сұрақтардың жауабын бүгінгі эфирден білетін боласыздар. Самұрық-Қазына қорының басшылығы және Қазақстан Республикасының үкіметі жергілікті қамту мәселесіне үлкен назарын аударады. Нәтижесінде Самұрық-Қазына қорының сатып алуларындағы қазақстандық қамтудың жалпы үлесі 50-ден 74%-ға дейін жетті. Бұл жоғары көрсеткішке жетудің бір себебі ол отандық тауар өндірушілермен ұзақ мерзімді тапсырыстар жасасу тәжірибесі. Осыған орай дүниежүзілік сауда ұйымына кірер алдында біз отандық тауар өндірушілермен 2 триллион теңгеге 1822 ұзақ мерзімді келісімшарт жасадық. Айта келсек, 2010 жылы осындай ұзақ мерзімді келісімшарттардың көлемі небәрі 69 миллиард теңге болған. Қазіргі уақытта бұл көрсеткіш 30 есе артты. Самұрық-Қазына қорының сатып алу ережелері бойынша 2 тізбе бекітілген. Біріншісі ол тауар өндірушілер тізбесі. Бұл тізбеге қосылған жағдайда сізге 5%-ық шартты бағаның төмендеуін береді. Екіншісі ол мүгедектер ұйымдарының тізбесі. Бұл тізбеге қосылған ұйымға тендерге қатысқан кезде өтінімнің қауіпсіздігін төлеу керек емес. Тауар өндірушілер және мүгедектер ұйымдарының тізбесіне қосылған жағдайда сізге қолдау шаралары көзделген. Мысалға, сатып алу әдісін анықтау кезінде Самұрық-Қазына қорының компаниялары біріншіден тауар өндіруші немесе мүгедек ұйымдарындағы тізбесіндегі компаниялардан сатып алу қажеттілігін басшылыққа алу керек. Бұл тізбелерге қосу үшін ең қажетті және басты құжаттардың бірі ол STKZ сертификаты. Бұл тізбелерге қосылу үшін сіз skc.kz сайтына кіріп, құжаттармен танысып, бізге жазбаша өтініш беруіңіз керек. Жазбаша өтініш түскен күннен бастап 10 күн ішінде тізбеге қосылу туралы шешім қабылданады. Импортты алмастыруды қолдау шеңберінде Самұрық-Қазына қоры 2022 жылға дейін қолданыстағы өндірістерді жаңғыртуға және жаңа өндірістерді құруға көмек көрсету бағдарламасын іске асыруда. Бағдарламаның негізі ол импортта ұзақ мерзімді қажеттілігі расталған импортталатын тауарлардың тізімі. Импортталатын тауарлардың тізімін skc.kz сайтында таба аласыздар. Импортталатын тауарлардың тізіміндегі тауарды Қазақстан Республикасының аумағында ұйымдастырып өндірсеңіз, сізге бағдарлама аясында кепілді сатып алу қамтамасыз етіледі. Мысалы үшін айта келсек, Самұрық-Қазына қорының компаниялары әр жыл сайын нитр қышқылын 500-800 миллион теңгеге шетел елдерден сатып алады. Егер де сіз бағдарлама аясында Қазақстан Республикасының аумағында нитр қышқылын өндірсеңіз, жыл сайынғы нитр қышқылының 100% көлемі сіздің компанияңыздан сатып алынады. Қазіргі уақытта 27 жаңа жоба мақұлданды, 8 жоба іске асырылды. 8 жобаның ішінде Хил компаниясы бар, олар машина майларын ашады, және корпорация связь компаниясы радиостанциялар жасайтын компания. Елбасының Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы алдына қойған негізгі міндеттердің бірі отандық кәсіпкерлерді қолдау болып табылады. Осы мақсатта қор елімізде жасалған өнімдерді көптеп сатып алудың бірқатар тиімді тетіктерін қарастырды. Осылайша Самұрық-Қазына отандық тауар өндірушілерге қолдау беріп қана қоймай, өндірілетін тауар сапасы мен өндірістегі бәсекелестікті арттыруды көздеп отыр.